Саламатсыздар балалар, жаңа сабақта бастамастан бұрын сабақта кім бар екен түгендерін алайық. Группа бойынша 24 бала, екеуі жоқ, Сүйін Айжан, Бастайық. Сабағымыздың тақырыбы ұзын шашқа салтанатты кешке арналған шаш сәнін орындау. Сабақтың мақсаты ұзын шашқа салтанатты кешке арналған шаш сәнін ажырата отыра тәжірибеде қолдана білу. Жаңа сабақта бастамастан бұрын өткен сабаққа шолу жасайық. Өткен сабақты қайталап өтейік. Сіздерге берілген барабан айналады, сұрақ беріледі. Сұрақтың 2 жауабы болады. Сол 2 жауаптың біреусі түзу болады. Барабан айналады. Бірінші топ белгідей құрылысын атаңыздар. Бірінші А. Цилиндр пішінді тесіктері бар, таяқшалы резеңкесі бар. Екінші үшбұрыш резеңкелі таяқшалы. Қайсы дұрыс? Цилиндр пішінді тесіктері бар, таяқшалы резеңкесі бар. Келесі. Екінші сұрақ. Шаш бұрын биралау тәсілдерін атаңыздар. Бірінші сегіздік жоғарғы төмен, екінші сұрағын жауабы көденен тігінен. Сегіздік жоғары төмен. Дұрыс жауабыңыз. Келесі үшінші сұрағыңыз. Крон дегеніміз не? А. Иіліп келген шаш. Келесі шашын кеңейтуін көрсететін бір толқынды екінші толқынның ең биік нүктесі. Қайсы дұрыс жауап? Кеңейтуінің толқынды екінші толқынның ең биік нүктесі дұрыс. Келесі сұрағымыз. Бұйра бұрын дегеніміз не? Төбедегі шаш пен төменгі шерді өсу сызығына қарай жоққа шығарып, түтікше пішінді оралған шаш. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыздар? Б. Қандай жауабы? Түтік пішінді оралған шаш. Дұрыс айтыңыздар. Келесі сұрағымызға көшейік. Барабан айналды. Айрық дегеніміз не? 2 жауабы көрсетілді. Бастағы шашты 2 бөліп тұратын сызық. Немесе түтікше пішінді. Бастағы шашты 2 бөліп тұратын сызық. Дұрыс айтыңыздар. Рахмет. Тәжірибелік жұмысты орындап көрсетейін. Бүкіл шашты жеке бөлігіне резинка көмегімен шаш буынын буып, алдыңғы бөліктегі шашты үшбұрышты етіп бөліп аламыз да, төбіне қобырату жұмысын орындап, қысқаш көмегімен пішін кетіріп қыстырып аламыз. Жаңа сабақты бекіту. Алдарыңызда сіздерге сұрақ берілген және шаш сән үлгілері көрсетілген. Бұл шаш үлгілері қай жерге арналған, арналуына қарай және қандай элементтерді қолдана орындалған. Бірінші шаш үлгісі. Бірінші суреттегі қалдыққа арналған шаш үлгі, яғни ол сақина тәрізді пішін гүлі бар, ішпік бар.
Екінші шаш үлгіміз. Екінші шаш үлгісі классикалық романтикалық шаш үлгі, яғни ол жуыр, бұйра, бұрын, гүлі, әшекей. Рахмет. Келесі үшінші шаш үлгіміз қандайға арналған және не байқап тұрсыздар? Үшінші суретте классикалық шаш үлгісі көрсетіліп тұр. Ол кешке арналған диадема әшекеймен қосылып тұр. Рахмет. Үшінші және төртінші шаш үлгімізге көшейік. Бұл шаш үлгілері неге арналған қай жерге және қандай элементтермен орындалған бұл шаш үлгісі? Біріншісіне келетін болсақ, бұл романтикалық стильде жасалған бұйра бұйым әшекеймен. Келесі элегантный айрым толқын әшекеймен бекітілген. Рахмет. Сонымен біз қандай шаш үлгілерін қайталап өттік өткен тақырып бойынша. Өз-өзіңді бағалау. 3 сұраққа жауап берген бала 70%, 4 сұраққа жауап берген 85%, 5 сұраққа жауап берген бала 90 балмен бағаланады. Үй тапсырмасы. Тақырып бойынша салтанатты кешке арналған шаш сәнін бірізділігі бойынша видео материалдар дайындап, эскиздер жасап, дайындалып келу.